Ал бармысыңдар бауырлар, шаршамай жүрмісіңдер? Құдай бір дейміз, Құдай бір дейміз да, Құдайға серік қоссаң, кешірілмейтін күнә дейміз да. Құдай бір деп бізді осы соңғы жылдары әбден неге алып келді да. Бұлай ғой, әркімнің Құдайы өзіне ғой. Жер бетінде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард адамның 8 миллиард Құдайы бар да. Олардың жаратқан атасы, жасаған анасы бар. Енді бұлай ғой, әлемді бір Құдай жаратты. Мына монотеизм дейміз ғой. Бір Құдайшылдық дейді. Әлемді бір Құдай жаратты, бір Құдайға табыну, бір Құдайға сыйыну деген. Негізі арқамандық бойынша бұл бір Құдайлық деген сөз, сен жаралған әкеңнің ұрығы бір дана деген сөз да. Мысалы, бір қатынның 5 байы болса, сол 5 байынан бір бала туылса, ол қан жағынан бір еркектікі болып шығады да бәрібір. Ол 3 ұрық қосылып бір бала шығару, 2 ұрық қосылып бір бала шығару деген нәрсе жоқ та. Және де Құдайдың бір деген сөзі, сен анаңның жатырынан бір адам болып шығасың да. 2 әйел, 3 әйел, 4 әйел бірігіп бір баланы дүниеге әкепті деген нәрсе тағы жоқ та. Сондықтан да біз бір Құдай деген уақытта мына нәрсені білуіміз керек. Атаңның ұрығы біреу, анаңның жатыры біреу. Міне арқамандық бойынша бір Құдай деген сөз осыны білдіреді. Ал енді атаңның атасын жаратқан кім, оны топырақтан, балшықтан, маймылдан, басқадан, эволюция, гиперэволюция, гиперсекіріс, космос кораблі, НЛО, УФО, басқа омен біз миды қатырмаймыз, арқамандар. Біз алдымызда көріп тұрған нәрсеміз бар, және білмеген нәрсеміздің барлығы мына қанымыздың ішінде тұр. Ата бабадан келе жатқан бүкіл ақпараттың бәрі қанның ішінде тұр. Мысалы, жұрттар ойлайды да, бір религияларды айтады да, Иса пайғамбардың дініне 2000 жыл болған, Мұхаммед пайғамбардың дініне 1500 жыл болған, Муса пайғамбардың дініне 4000 жыл болған деп қояды да. Сендерге дейін ба? Менің қанымдағы дінім одан да әр жағында да. Өйткені сол адамзаттың жер бетіне шыр етіп, іңгә деп келгенінен бастап, менің өзімнің діңгегім, өзімнің өмірге деген ұстанымым, көзқарасым қалыптасқан, және сол көзқарастың арқасында мен осы уақытқа дейін тірі келе жатырмын, және менің бала шағам өсіп өніп жатыр. Көріп отырсыңдар ма? Сонда 4000 жыл бұрынғы Мұса пайғамбардың кезінде менің ата бабаларым өздерінше өмір сүрген. Олар Мұсаға қарап қалып, Қарунға қарап қалып, солар не дейді екен, тауға барып Құдаймен сөйлесіп келер ме екен демеген. Менің ата бабаларымның әрқайсысының өзінің бойында өзінің Құдайы болған, және сол Құдай әруақ Құдайынан аян алып, түсінде болсын, өңінде болсын, сөйтіп өміріне, тіршілігіне қажетті нәрсені жасап, осы уақытқа дейін біз өсіп өніп келе жатырмыз. Сіздер айтып отырсыздар ғой, арабтардың жазып берген кітаптары бізге заң, конституция деп, мен үшін шежірем конституция. Өйткені мен сол шежіре жолмен қазір өсіп өніп келе жатырмын осы уақытқа дейін, және бала шағаны сол шежіре жолмен өсіріп келе жатырмын. Болды, өте қарапайым. Құдай бір дейтін болсаңдар, ол сені жаратқан атаңның ұрығы бір, жасаған анаңның жатыры бір. Болды, амандық болсын.